Кеш жарық, қыздар, қалайсыздар? Бисмиллах. Ауыз ашып, рахаттанып жатырсыздар ма? Оразаларыңыз қабыл болсын. Бізде 1 минут, 1 секундты бос өткізбеу керек. Тарауықтан шығып, жолдасымды күтіп отырмын. Что-то исчез пропал болып отыр. Сосын сіздермен бірге эфирге шығайын деп. Біраз болды эфирге шықпағаныма. Уағалейкум ассалям. Қалайсыз, Самсагүл ханым? Бүгін семинарда айтқан ақпараттарыңыз өте қатты ұнады. Рахмет үлкен дейді. Альхамдулиллах. Сіздерге ұнағаны қуаныштымын. Негізі шынымен де өте құнды ақпараттар болды. Мен сіздерге сыйлық жасап едім, маған адамдар сыйлық жасап жатыр. Мен сыйлықтарым көрмейді екен артта. Жолдасым айтады, тағы да подарок алып келатсың ғой деп. В общем, айналаңа не берсең, соны аласың деген рас екен, қыздар. Кәдімгідей осы ораза айы бастағалы сыйлыққа көміліп жатырық, альхамдулиллах. Ораза қабыл болсын, амин, рахмет. Лида ханым, қалыңыз қалай? Лида ханым біздің күшті кейсіміз. Өтіндегі тасын ерткен кісі, герой-победитель. Множественный каменьмен келіп, альхамдулиллах, бізге келіп өтіндегі тасын полностью арылған кісі. Осындай қыздар өте көп бізде. Бүгін бізде қыздар жұмыс жасайды, отдел заботы. Бүгін күшті кейстерді оқып, прямо андай көзіме жас алатындай жағдай болып отыр ше. Аллах сондай, оның бәрі негізі үлкен Аллахтың нығметі да, альхамдулиллах. Сосын андай менде мындай нәрсе бар екен. Альхамдулиллах, жақсы. Лида ханым, өзіңіз қалайсыз? Оразаңыз қабыл болсын. Айша қыз қалай? Айша қыз өсіп жатсыздар ма? Андай аузы дуалы дейді ғой, бір дұға айтсаң бола салатын ше. Кеше алдың күні бір менің наставничествомда қыздарға дұға еткен ғой. Сол қабыл болуға, сол болайын деп жатқан сияқты деп маған айтқандар да соның признактарын. Негізі адамдар туралы тек қана жақсы нәрсе ойласаң, шынымен де дұғасы қабыл болатыны адамдардан бола ма деп кейде ойлап қалам. Енді дұғаның қабыл болу болмау Аллахқа байланысты. Бірақтан да адамдардың бәрінен жақсылық көру состояниесі вообще басқа состояние екен да. Білмеймін, қазір мен өзім сондай состояниеде жүрмін. Көп адамдар андай кейбір мысалы мұсылман болмаса жек көріп бір нәрсе деп тұрады ғой. Сондай нәрселерден өтіп кеткеніме шүкір деймін қазір ше, альхамдулиллах. Айша жақсы, Аллаға шүкір дейді, машаллах. Амин, баршамыздың оразамыз қабыл болсын. Қалайсыздар, ханымдар? Давайте бүгін щитовидка туралы әңгіме айтайық. Бағана мен бір іс-шарада спикер болдым. И келген кісілердің көбісі сағат примерно мен 11:30 выступать еттім ғой. Сол кезде көп кісілердің ден байқағаным ұйықтап, ұйқылар келіп, есінеп, әлсіреп сөйтіп отырды. Былай айтқанда түс қой, тапа-тал түс. Неге ол адамдарда энергия жоқ? Как вы думаете? Ескірес шығасыл қандай көмек берсем болады дейді жаным. Ішек асқазандар жара басып кеткен. Неге сонша жара басқанға дейін жүрдіңіздер екен? Қиналып жатыр ғой ол кісі, просто ескір. Ай, субханаллах. Осындай адамдарды естісем жаман жүрегім ауырып кетеді менің. Өткен жолы бір кісіні онкология мен келген ғой. В общем, анализдерін қаратты маған, сосын мен айттым, бұл кісіде онкология, срочно онкологқа барыңыздаршы десем. Ана кісілер онкологқа барса, онкология қабылдамай қойыпты, представляете? Енді мен де оған ол асқынған кезде еш нәрсе істей алмаймын. Оған енді срочно көрсете алса, көмекті онкологтар көрсететін еді. Бірақ сол кісі 15 күннен кейін қайтыс болыпты. Тоже үлкен кісі. Поэтому, пожалуйста, ханымдар, пока ауру келмей тұрған кезде қимылдаңыздаршы. Пока ауру келмей тұрған кезде, еш жерлеріңіз ауырмай тұрған кезде, егер сіздер емделетін болсаңыздар, шанс көп та, иншаллах.
А именно осындай тяжелый стадияда, уже онкологияның ең последний стадиясында, мен жұмыс жасасам болады, бірақ ол менен көп энергияны талап етеді. Және ол жерде үлкен жауапкершілікті, және сіздер үміттеніп келесіздер ғой. Ал егер ол адам өмір сүре алмай қалса не болады? Қаншама, мысалы, базовый чекапқа қаншама миллион ақша кетеді. Миллион емес енді, қанша мың ақша кетіресіздер, емге ақша кетіресіздер, бірақ ол адам ұзақ өмір сүре алмай қалса, сосын крайний дәрігер кінәлі болады да. Сондықтан мен ондай тяжелый стадияларда негізі ала қоймаймын. Ана кісі айтып жатыр да, сіз сол кезде точно айттыңыз ғой, ана кісіде біздің анамызда онкология деп, бірақ біз онкологиялық больницаға барған кезде ешқандай онкология жоқ. Онкомаркерлер көтерілсе, ол онкология деген сөз емес деп қайда жүрген болатын деп айтып жатыр да. Сол кезде сіз қалай білдіңіз деп жазып жатыр маған дайретке. Сондықтан қыздар, давайте өздеріңіздің, ата-аналарыңыздың, бала-шағаларыңыздың, жақындарыңыздың денсаулығына внимательно болыңыздаршы. Қазір ауырып өмір сүру невыгодно, қыздар. Қазір жағдай барынша денсаулық туралы базалық білім алып, кез келген аурудың алдын алуға тырысуымыз керек. Қазір мен онкология туралы айтып жатсам, жұрттар ойлауы мүмкін, көрші адам, басқа біреу деп, на самом деле ол сіздерге де қатысты нәрсе да. Ол енді жаман айтпай жақсы жоқ деген қазақта сөз бар ғой. Сондықтан каждыйларыңызға айтатын үгітім, насихатым, жылына 2 рет базовый чекап тапсырып, аурудың алдын алыңыздар. Тарауықтан нені шығып отыр? Самый хороший витаминді, ол біздің швейцарский витаминді. Қалайсыздар? Бірақ оны сіздер жай былай сатып алмайсыздар. Қалдарыңыз қалай? СКВ жөнінде не айтасыз? Ол аутоиммунды заболевание. Оны только ремиссияға жіберуге болады. Интегративный превентивный методпен. Бірақ мен кеше Швейцариядан алып келген білімді айтатын болсам, даже аутоиммунды аурулардың ең тяжелыйлары бар ғой, крон аурулары, даже олардың бәрін емдеп тастауға болатынына біраз дәлелдер көрсетті. Қолдағы бородавкалар неден шығады, қалай кетіруге болады? Олар инсулинорезистентный состояниеден шығады, және ол папиллома вирусы болуы мүмкін. Вроде нормально. Онкологқа жіберіп тұр врач. Сол онколог емдеу керек негізі. Просто кішкентай негізі гастритті емдемесең, хеликобактер пилори жоғары болып тұрған кезде ол гастрит болады. Гастритті емдемесең, ол язваға айналады. Язваны дұрыс емдемесең, ол множественный жаралардың көбеюіне алып келеді. Сондықтан, пожалуйста, не игнорируйте. Когда бір жерлеріңіз ауырама, қазір игнор жасайтын заман емес. Бүкіл аурулар тез болып кетеді, түсінбей қаласың вообще. Тем более қазір нағыз оразаның уақытысы. Ораза кезінде ағзаға көңіл бөліп алсаңыздар денсаулыққа. Зато бір жыл бойы сіздер сол нәрсемен жүре аласыздар да, иншаллах. Онкологиямен ауыратын адамдар витаминдер ішуге бола ма дейді. Смотря ол қандай витамин. Даже витамин ішкен күннің өзінде де оған дәрігер тағайындау керек. Және оны онколог деген нәрсе ғой. Оны наблюдение деп қою керек. Өте продукта тас бар, ерима дейді. Бағана осы бізге кербөтіне тас ерген. Олар постоянно уже неше. Бағана мен біреуді көрдім, сол форумнан көрдім ой деп кажется. Арзансынды ғой. Өтіндегі тасын ерткен бір кісі келіп маған не істеді? Именно жаңағы ақтаса болды ғой. Отзывын айтты. Қай жерде көргенімді? Жоқ, асында қалай аламыз? Бізге курсқа тіркелсеңіз, немесе жеке кеңеске келсеңіз, біз онлайн рецепт жазып береміз. Швейцарский витаминдердің ешқандай адресін ала алмайсыздар сіздер. Только менің пациенттеріме, индивидуальный пациенттеріме ғана тағайындалатын нәрсе. Прям онлайн деген нәрсе жоқ бұл жерде. Кәдімгі Швейцариядан келетін препараттар. Диабет 2-ші типті емдеу үшін 1-ші щитовидканы емдеу керек, қыздар. Бізде скоро гипотерез курсы басталады 20 күні.
соған келсеңіз болады. Осы қант диабеті екінші типпен. Как раз щитовидкаңызды емдейміз и параллельно сіздің қант диабетіңізге лечение жазып береміз. Иншаллах. Өттегі тас мазаламаса өмір бойы таспен өмір сүре беруге бола ма? Әрине. Қарақұлова деген ханым, әрине. Туф, осындай сұрақ қоятын дәреже жеттіңіздер ау әйтеуір. Көбісі осындай сұрақты қоя алмайды ғой негізі. Спокойно ол таспен өмір сүре беруге болады. Ең басты сіз жасау керек нәрсе ол тастың ішіндегі сұйықтық бар ғой, өттің сұйықтығын, соны тамыздырып қою. Егер өт тамып тұратын болса, тас болса да ничего страшного. Біздегі проблема өтте тас болса бүкіл дәрігерлер қорқады ол жерде өтті сұйылтуға, сөйтеді да ештеңке істемейді. Наблюдение дейді. И ол жерге өтті ертпегендіктен, өттің реологиясын дұрыстамағандықтан, өт сұйықтығын қалыпқа келтірмегендіктен, ол тастар өсе береді, көбейе береді. Сөйтіп өттің бәрі полный тас толып кеткен кезде, енді уже конечный итог приступ ұстаса біттік, или жаңағы өті полностью естен шыққауы мүмкін. Сол дәрежені күткіздіріп қояды, болды, басқа дым істемейді. Поэтому вот біздің ағзада сол негізгі ерекшелігі осындай тастарға не жасау, ертуге әрекет ету, яғни сұйықтығын ертіп отыру. Ол сұйықтығын ертеді біріншіден, екіншіден ол кейде тастар, даже кальцинированный тастардың өзі өттің сұйықтығын дұрыстаған кезде ол да еріп кетуі мүмкін. Үздіксіз өт сұп-сұйық болып ағып тұрған кезде соның әсерінен ол жерде айналым болады, өт айналым болып отырады. Сол кезде автоматически тас еріп кетуі мүмкін. Тікшекте трещина болса оған ота керек па дейді. Смотря қандай трещина. Ол кішкентай ғана бір кішкентай трещина болса, оны отасы жасауға болады. Просто оған дұрыс подход керек болды. Енді дәу трещинамен сіз точно жүре алмайсыз, потому что ол кровотечение болуы мүмкін. Ал жай кішкентай трещиналарда отасыз емдеуге керек. Мысалы, оны сіз ота жасадыңызда, ол трещинаны тігіп қойдыңыз. Бірақ сіз оның тамырымен күреспесеңіз, ол бәрібір де басқа жерден трещина жасайды. Сіз ана тігіп қойған жерден басқа жағынан жасайды. Пневмофиброз қалай емделеді? Ең басты нәрсе ол жерде прямо қан айналымын жақсарту керек, дефициттерді бәрін толтыру керек, воспаление снимать ету керек. И дыхательный упражнениялар жақсы көмектейді. Қолы кесіліп кете береді деп отырған ханым, жара шыға береді деп отырған ханым, ол уже псориаз или экзема белгісі болуы мүмкін. Сондықтан ол кісіге обязательно ағза тазалау керек. Мен тағы сөйлесіп көрейін, не дейді екен ол? Жөтелді қалай тоқтатуға болады? Қандай жөтел? Құрғақ жөтел ма? Қандай жөтел? Диффузно-токсический зобты қалай емдеуге болады? Вот айттым ғой, бізде иншаллах 20 күні, осы 20-сы, қай бізде қазір ұмытып қалдық, март па? Марттың 20-сы гипотерез айт курсы. Сол жерде біз диффузно-токсический зобты қалай емдейміз? Соған байланысты сабақтар болады. Өздеріңіз щитовидкаларыңыздың панельдерін есептеп үйренесіздер. Қазіргі қыздар бізде курста өтіп жатыр ғой, тура солар сияқты. И қалай емдеуге болады, бәрін өздеріңіз от ето біліп шығасыздар. И плюс біз тексереміз, дәрігерлер ол жерде тексеріп. Және кейбір жағдайда 21 жылға коэффициентпен ұрып жіберуі мүмкін. Кейбір жағдайда 25 ол жерде материалдар қымбаттап кетті. біз өзіміз кейбір препараттарды тағайындаймыз. Иә, мен солай еще біздің жолымыз бар ғой, білесіз ба, ана жаққа барып қайтуымыз бар. Еще Жезқазғанның үлкен тас ери ма? Жезқазған жұмыскерлері қанша алады? Өтте палып кетуі мүмкін. Кетпейді деген нәрсе жоқ. Шат. 35. Бауыр ауырғанда қалай емдейміз? Көкіріп отырсыз ба? Үйде болып кетіңіздер біздің? Бауыр деген негізі қатты ауырғаны білінбеу керек. Скорее всего, сізде бауыр емес, басқа нәрсе сияқты. Или сізде бауырда проблема болса, оны емдеуге болады. Жеке кеңеске келіңіз, әлде курсқа келіңіз. Қай вариант сізге ұнайды, соны таңдасаңыз болады.
қалай анализ тапсырамыз, емделу үшін керек заттарды қайдан аламыз дейді. Анализ любой инвитро, олимп, инвиво, қайсы лаборатория бар, соған тапсырып жүрсеңіз болады. Жеке кабинетім бар, курс алмай-ақ, жеке офлайн кеңеске келсеңіз болады. Аш ішегім ауырады дейді, ашып дейді. Сізге обязательно колоноскопия тапсыру керек. 2-4 сантиметр тасты ертіп көруге болады. Мынандай құрылыстың ненің корпорацияның оң жақ қабырғам ортасы ауырыңқырап жүр. Ол жақта қалай болады? УЗИ общий брюшной полости жасап көріңіз. Сосын белгілікті болады неден екен. Ремонтты біз басқа біреуге істеген жоқпыз, өзіміздің үйге ремонт жасадық қой. Черновой аламыз да. Оттегі таспен журнал. Дәулет, мына жерге маған номер айтып жіберші, кім? Аян номерін. Аян кім ба? Иә. Мына жерде қаншама адам сұрап жатыр. Бір жерге есік саласың, бір жерге там кабель жабыстырасың, бір жерге не істейсің? Сіздің қожаңыздай бетім таза болу үшін не істеу керек? Өмір бойы аса тазалаумен жүру керек десең бе? Так, 8-778, аха. 661, аха. 44-78. 44-78. Аха. Мысалы, дәке қойсаңыз да, мысалы, Иә. Қыздар, қазір мен әжері прикрепить етіп қоям, иә? Біздің менеджерлардың номерінше. Сосын сол менен алмай жатқан сұрақтарды сол кісілерден алсаңыздар болады, жарай ма? Үй жаққа жақындап қалдық та просто. Қазір бағана таңертең мен неге выступать етуге кеткеннен ортасында бір соғып кеттім да, бір-ақ сағатқа соң қайттан енді келе жатыр ғой, в общем, кешке дейін бағалда жүрдім бүгіндікке. Сондықтан қазір мен эфирді аяқтаймын. Менде тас ұлғайып жатыр, жаймен оны кішірейтуге бола ма дейді, болады. Вообще тасты полностью еріп тастауға болады. Мына жерде Лида деген ханым отыр ғой, множественный каменьмен келген біздің ас тазалау курсына. Сөйтіп ол кісі 6-7 айда полностью өтін тазалап алды. Сондай сияқты көп кейстер бар, мен просто аттарын ұмытқам. Шолпан деген кісі бар, менің коллегам, осы жерде тоже несі бар. Ода вообще 2,5 сантиметрлік кальцинированный тастар еріп кетті. Сондай сияқты нелер көп. Самый главный, қыздар, мен сіздерге кеше Швейцариядан алған бір инсайтым көрсеңші. Ең маңызды нәрсе, ауруды емдеудегі, ол бізде автономный нервная системаны іске қосу. Яғни біздің ағзамызда неше түрлі гендер бар, ген деген қалай айтам қазақша? Біздің гендеріміз бар. Яғни сіз егер емделет деген генді оятатын болсаңыз да жақтан, онда реально сіз любой ауруды емдей аласыз. Ал емделмейді, менде ота болады, бір нәрсе, проблеманы таңдайтын генді оятып қойсаңыз, сіз сол проблемаға ушықтыратын ситуациялардың бәрін тарта бересіз. Сондықтан ең бірінші нәрсе ол мына жақтағы гендерді ояту, дұрыс нәрсені. Дұрыс генді оятасыз, соған сәйкес, мысалы, бүгін сіз ақпарат алдыңыз, что тастарды ертуге болатын. Уже сізде дұрыс ген оянды. И одан кейін не істейді? Ол химические веществолар бөледі, соған сәйкесінше белок бөледі, и солай сіз сол нәрселерді притягивать етесіз. Түсіндіре алдым ба? Сіз даже қалай айтсам болады? Мысалы, кеше бізде Салтанат деген кісі келді ғой, негізі ол реально онкологиямен келді. Қалғанша безінде 5 сантиметрлік узилімен, бірақ мен ол кісіге ода өте жаман положениемен келді, состояниемен. Деме ол кісіге, чтобы сол жаман онкологиямен ауырасың, осыдан жаман болады, операция жасайсың деген генін оятқым келген жоқ та. Мен оған айттым, сенде бәрі жақсы болады, сенде ешқандай проблема жоқ дедім. Бірақ ол кісі кабинеттен шыққаннан кейін мен сразу оның сестрасына звондадым. Короче, срочно көмек керек. Мына ситуацияны тезірек шығарайық. Біз шамал 1-2 ай бақылап көреміз. Егер улучшение болмай жатса, сіздер онкологқа кетесіздер, бірақ давайте посмотрим дедік. Бірақ бізде Аллахтың қалауымен, Аллахтың мейірімен 1 айдың өзінде уже күшті нәтижелер болып, міне
6 айда ма 7 айда уже полностью щитовидкада узел кетіп қалды. Это называется, что бізде дұрыс ген ояну арқылы пациентте полностью трансформация болды. Ол тек қана узел кетіп онкологиядан арылған жоқ, одан бөлек оның өмірінде мощный трансформация болып жатыр да. Көрдіңіздер ма? Мен сол нәрселерді кеше Швейцария барған кезде осы нәрселерді үйреніп келдім. Вот, осыны енді иншалла ертең гипотерез айт курсында осы техникаларды қосатын болам, Алла қаласа. Оған тотальный доверие керек, тотальный Аллахтан. Кәдімгідей сіз маған сеніп келу керексіз. Ең бірінші сіз Аллахтан, Аллах сізге шифасын беруіне сену керексіз. Және оған себепкер ретінде мені жіберген сену керексіз. Сондай тотальный доверие болады, который шүбәсіз бәрін жасайтын. Вот сондай кезде сізде жаңа гендер активно жұмыс жасайды. Это реально, қыздар, мен айтып тұрмын ғой, даже органдар, удаление жасап тастаған органдарды қайттан өсірген результаттарды көрген кезде мен шок болып көзім деп келген болатынмын. Мен вообще Швейцариядан сондай мощный инсайттар алып келдім да. И келген кезде уже соған дәлел ретінде маған көп андай отдел заботыдан отзывтар келіп жатыр. Айтам, субханаллах, міне мынау осы ғой деймін да. Просто мен оның химический термин білмей жүргенмін да. А именно соны біліп келген кезде мынандай химиялық процесстерін менде кәдімгі вабах миым жарылып жатыр қазір. Мысалы 20 жыл экземасынан құтыла алмай жүрген адам бізге келіп бір аптада ол экземасы кеткен да. Представляете? Міне Лида ханым айтып жатыр. О, машалла. Бірінші сенім керек деп жатыр. Көрдіңіздер ма? Бұл кісіде кәдімгі множественный камень полностью өтіп қалып толып келген болатын. Сосын бір бұл кісі нені құртпаған ғой менюді ше. Полностью менюмен тамақтанған, альхамдулилlah. Рахмет, Алла разы болсын дейді. Орамалыңыз әдемі екен дейді. Әдемі адамдар ғана әдемілікті көреді негізі. Сәлем, әдемі әпке қалай дейді. Деген комментарияны. Ол психосоматика емес, ол кәдімгі научный нейробиология. Научный, кәдімгі уже научно доказанный наука. Сіз егер ермейді, мені кальцинированный деген десеңіз, реально ол ермейді. Жоқ, мені кальцинированный болса да ертем, себебін жасап көремін дейтін болсаңыз, иншаллах химический веществоларыңыз күшті бөлінетін болса, оны еріп тастауға болады. Аллах тағала айтады ғой Құранда, өлім мен кәріліктің басқасын бәрін емін беріп қойдым дейді, просто іздеңдер, табыңдар дейді. Мен сол нәрсе қазір реально сенемін. Тамағымда бөгде зат тұрған сияқты неден болады? Ол спазм. Егер сізде қақанша безіңіз, көлемі үлкейіп кеткен болса, гиперплазия болса, узел болса, еще плюс сізде стресс болса, мына жердегі мышцалар спазмированный болып қалса, және щитовидкаға керекті жаңағы витаминдер, минералдар жетпейтін болса, мысалы йод, селен, цинк деген, темір деген сияқты, онда сізде мына жер қысым болады, комок тұрған сияқты болады. Сондықтан айтатым ғой, щитовидкада проблеманы не пропускайте, пожалуйста. Міне мына кісі де айтып отыр, түнде аузымды ашып ұйықтаймын, тамағым ауыр қысып тұрады. Тоже щитовидкаға коррекция жасау керек. Балада тамақ ауру жиі болса не жасау қажет? Витамин ішіп жүрсе де дейді. Асылға тапсырып көріңізші, стрептококктар жоғары болса, онда соны срочно емдеу керек болады. Мысалы, табиғи антисептиктер бар. Коллоидное серебро, натурсептин, натурсидин деген сияқты биоэлементтен аласыңыздар болады. Органдарды қалай восстановление жасайды? Соны айтып тұрмын ғой, иншаллах ертең 20 күні бізде гипотерез айт курсы басталады. Біз сол жерде айтамыз. Аяқ қол ұю себебі қан айналым дұрыс емес. Сосын басқа факторларды қарау керек. Сізде микроинсульт болды ма деген сияқты, Өйткені қазір микроинсультпен адамдар білмейді өзіне ондай проблема бар екен, сөйтіп жүруі мүмкін. Құдай сақтасын. Неше түрлі себеп болуы мүмкін.
амансың ба дейді. Менің тәтігім 8 болып тұр, қалай емделсем болады? Вот, тәтігі 8 деген сөз, ол уже первичный гипотериоз. Оны кәдімгідей срочно емдеу керек. Басқа показательдерді қарау керек. Обязательно сізде первичный гипотериоздан басқа субклинический, тканевой гипотериоз бар ма, жоқ па, иә? И біз сразу тек қана щитовидканы емдемейміз, біз оның бәрін надпочечникпен бірге комплексно емдейміз. Сондықтан гипотериоз айт курсына келіңіз, сауатыңыз ашылады. Және өмір бойы әрқандай эндокринологқа бармай, өзіңіздің щитовидкаңыз туралы білім алып, өз-өзіңізді қарап жүресіз. Мысалы, біздің щитовидка гипотериоз, қазір айт гипотериоз курсына қатысып жатқан қыздар тек қана өздерінің щитовидкаларын емес, сестраларының, ағаларының, күйеулерінің, балаларының бәрін панельдерін есептеп, оларда қандай гипотериоздың қай түрі, субклинический ма, первичный ма, тканевой ма, соны есептеп, оған мынандай дәрілер беруге бола ма деп, прям дәрігерлер сияқты сұрақ сұрап жатырмыз. Представляете? До такого степени всего 20 күнде олардың уровендері өсіп кетті, да. И олар енді точно олар участковый эндокринологтарға бармайды. Барса да олардың жауаптарына қанағаттанбайды. Және көп адамдар даже реверсивный ТТР не екенін білмейді. Даже лабораторияда не екенін білмейді. Сондықтан қыздар бізге көзімізді ашатын, білім алатын уақыт келді. Басқа ешқандай білім алмасаңыздар да, денсаулық туралы білім сіздерге обязательно алу керек. Ол қарыз деп айтайыншы. Потому что егер сіздер өздеріңіз туралы, өздеріңіздің ағзаларыңыз туралы дым білмейтін болсаңыздар, вообще базалық білім болмайтын болса, сіз маркетинг құрбаны болып жүре бересіздер. Коллаген швейцарский ДТР алғым келіп жүр, Кенжегүл ханым, заказ бере аламыз ба дейді. Иә, Меруерт ханым. Меру деген кісі Кенжегүл ханымға бере аласыз. Сәлеметсіз ба, менің балам гемодиализде, сол баламды уайымдап деп тамам қысылып, даусым шықпай қалды. Оған не істеу керек? Щитовидкаңызға коррекция жасау керек. Вот сізде қазір стресс, өйткені балаңыз уайымдап жатырсыз, ал стресс бізде щитовидканың жауы. Кім стрессте жүр, 100% сіздерде щитовидка кеткен. Сондықтан оған коррекция жасамай, біз көп нәрсені қалыпқа келтіре алмаймыз. Тамыр үстінде узелок 0,7 см емдеу керек. Түйенің өркеш майына тамақ жасауға бола ма дейді. Болады. Балам түнде тұрып туалетке барып тұрмын деп үйдің ішіне дәрет сындырады. Не істесем болады? Лунатик сияқты болып тұр ғой, примерно, иә. Негізі базовый чекапын тапсырып көріп, дефициттерін толтыру керек. Қалай салмақ қосуға болады? Қатты арықтан дейді. Бірінші гормондарды қарау керек. Не үшін арықтап кеттіңіз, иә? Бізде анаболический гормондар бар. Тестостерон, гормон роста, соларды қарау керек бірінші. Одан кейін щитовидканың панельдеріне қарауымыз керек. Егер сізде гип емес гипертиреоз болса да арықтап кетуіңіз мүмкін. Одан кейін жүйке жүйесін тыныштандыру керек. И арнайы добавкалар бар, который мышцы қосуға себеп жасайтын. Мысалы, колострумдар, молозиво дейді ғой. Біздің швейцарский колострумдар неден жасалады в основном? Ешкінің молозивасы, в общем, өте жақсы вес қосуға көмектеседі. Доктор, балам 11 жаста ет жемейді, сорпа тамақ ішкісі келмейді, кожасы сухой, қандай витаминдер берсем болады? Ең бірінші желез дефицитінің анемиясын емдеу керек. Сосын асқазанындағы тұз қышқылдылығын реттеу керек. И ферменттер бар, КСФ деген сияқты ферменттер бар, биоэлементте. Сондай добавка жасап көріңізші, сол кезде шамал тәбеті ашылады. Бірақ желез дефицитінің анемиясын емдеу үшін бірден железі бермеңіздер, бірінші ЖКТ-сін дұрыстап қалыпқа келтіру керек. Бүйрек солып қалса, бүйректі қалыпқа келтіруге болады. Болмайды деген нәрсені миларыңыздан алып тастаңыздар. Шектеу тек мида, қыздар. Любой органды, егер өміріңіз болса, Аллах жәрдем берсе, любой органды восстановить етуге болады. Ферритинді қалай көтерсек болады? Қарау керек. Егер сіздің белогыңыз нормальны ма, вышкаларыңыз нормальны ма, железаны сіңдіре алатын
кофакторлар нормально болса ғана железо внутривенно құюға болады. Тек қана тупо барып железоны құйдырмаңыздар, жарай ма? Ол организмге не усваивается, сосын көп окисление тудырады, сосын 1040 проблемамен жүресіздер. Я, маған келіп емделсеңіздер болады. Фурацилинмен обработка жасауға бола ма дейді. Ойбай, қатты жыласа неге істеп жатсыздар? Өйтіп қатты қинап балаға процедура жасамаңыздар өздеріңіз. Я, айт курсына қатыссаңыздар витаминді алуға болады. Біз осы лектегілердің көбісіне, мен кеше базалық ол кісілерге арнайы эфир өттім. Базалық препараттарын, өзім ішетін препараттарын көрсеттім. Ол кісілер уже лечение алып жатыр, именно швейцарский. Көбісі швейцарский алып жатыр. Мочада эритроцит 7-8 болып тұру. Значит, сізде мочеполовая системада конкретно проблема болып жатыр. Менде бір қыз болған, 5 жаста мочада эритроциттер 500-бен келген. Сол кісілер бір рет приемға келіп жоқ болып кетті. Демек, оларда все окей деген сөз. Короче, олар қыз бала жаңағы туылғаннан бастап мочасы қап-қара, яғни эритроциттер. Яғни, былай айтқанда, қазақтар қансиет деп айтады, сондай болған. Сөйтіп, олар Кореяға барған, одан кейін олар Турцияда болған, тағы бір Израильде болған, осы 3 мемлекетте болған. 5 жыл бойы баланың проблемасын ешкім таба алмайды. Ешкім таба алмайды, сөйтіп маған келеді. Бала 5 жаста, сол кезде 5 жаста, қазір ол уже 8 жасар қыз. Біз базовый чекап тапсыртқыздым, базовый лечение бердім. В итоге я обнаружила именно мочевой пузырьда ода паразиттер болды. Сол үздіксіз нені қанатқан. Мочада қанды көрсетті да. Сөйтіп біз бір аптадан кейін ба, или 2 аптадан кейін ба, мен айттым мамасына, лемді бастайсыздар, 2 аптадан кейін, 3 аптадан кейін маған общий анализ мочидің результатын жіберіңіздер дедім. Сөйтіп мамасы жылап, еңіреп жіберді ғой. 3 аптадан кейін ба, или 2 аптадан кейін ба, результатын жіберді. Представляете, 500 эритроцит, 500 болған эритроцит 0,5-ке ма, жаңылыспасам, әйтеуір 0,3-ке ма түскен. Мамасы в шоке. Представляете? Вот сондай менде өзі негізі бір қызық результаттар болады. Вообще бір адамдар миына сыймайтын результаттар осы мен практикамда көп болады. Мен кеше Жолдасыма да айтып жатырмын да, командадағыларға да айтып тұрмын. Аллах тағала маған осындай бір чудо результаттарды бір бере салған деп ше. Или мен өзім көп дұға ететінмін сондай чудо результаттар, Аллах тағала маған сондай нәрселер берсін деп. Вот представляете, мен айтсам, как будто бір сказка айтқан сияқты боламын, бірақ олар кәдімгі до и после мен эфирлерге де сақтап қоямын ғой. Вот сондай дәлелдермен тұр. Сондан хотите сеніңіздер, не хотите сенбеңіздер. Вот Аллах тағала сондай маған бір қызық нәрселерді көрсетеді, альхамдулилlah. Чудо, в общем, чудо результаттар көп. Так, 16 жаста қыз баланың менструациясын ауырып келу, это не норма. Дұрыс емес, ол норма емес. Емделуге болады. Обязательно гормондарын тексеру керек. 10 жаста бала вес қоспаса, онда тоже базовый чекап тапсыру керек. Сабақ 20 март басталады. Получается, уже бұнақ күн қалды ма? 1 апта қалды ғой. Уже 10 күнде біз сабақ бастап кетеміз. Сол балама пересадка жасатқанбыз, сол почкасы қайта отказ беріп, гемодиализде жүр, соған көмекте аласыз ба дейді. Можно попробовать. Мен 100% гарантия бере алмаймын ешкімге, бірақ жұмыс жасап көрсек болады, иншаллах. Ой жерде побольше ана жақпен жұмыс жасау керек қой. Жеке қабылдау үшін дайретке жазсаңыз, Кенже Орхан бізге жазады. Түсіндіріп береді, онлайн қанша, офлайн қанша, повторный қанша. Холестериннің көп болуы ол гипотериоздан, щитовидкада проблемадан болады. Щитовидкаға коррекция жасайсыз, холестерин сізде өткізіп түседі, иншаллах.
Так, 13 жаста баланың месячный қоңыр выделением болуы это не норма. Бұл значит прогестерон гормон жетпей жатқанын көрсетеді. Лучше бұндай жағдайда базовый чекап тапсырып қаралған дұрысырақ болады. Шайды қойғалы темір көтеріпті. Вот, міне көрдіңіздер ма? Мен не үшін айтам шай ішпеңіздер деп. Мен шай ішпе десем, сіздер страшно қарсы шығасыздар маған. 3 баладан кейін 9 жыл болып бөпе көтере алмай жүрмін, анализдің бәрі норм дейді. Келсеңізші бізге, курсқа келіңіз, жеке консультацияға келіңіз. 13 жылдан бері, 15 жылдан бері көтере алмағандар көтеріп жатыр ғой. Егер шифа Аллахтан ғой, шифасын берсе көтеріп кетесіз иншаллах. Сіз менің гемодиализден шығарып жіберіңізші дейді. Мен жібере алмаймын, мен гемодиализден мен шығара алмаймын, Аллах шығарады. Мен просто Аллахтың несімін ғой, Аллахтың не дейді, құлымыз ғой, Аллахқа жұмыс жасап жатқан. Яғни Аллах Тағала әр адамдарды жібереді осы жер бетіне миссиясымен. Мысалы, мен сіздерге денсаулық жағынан көмектесетін болсам, бірақ сіздердің маған бір көмектеріңіз болуы мүмкін да. Сіздер маған дұға етулеріңіз мүмкін. Сіздер менің басқа бір проблемаларым шешу, бухгалтериядан болсын, или білмеймін, мен мысалы разбирать ете алмайтын нәрселер көп қой бұл өмірде. Сіздер сол жақтан көмектесулеріңіз мүмкін да. Сөйтіп Аллах Тағала бәрімізді бір-бірімізге негізі мұқтаж қылып қойып қойған ғой. Сондықтан мен чудо емеспін. Менде чудо нәтижелер болады. Сол чудоны беріп жатқан просто Аллахтың нығметі деп ойлаймын мен. Сондықтан өзіме көп алмай қойын. Бәрі Аллахтың қалауымен, Аллахтың маған беріп жатқан қабілетімен болып жатқан дүние. Аллах қаламаса еш нәрсе де болмайтын еді негізі. 5 жасар балам мұрны көп қанайды дейді. Лорға апарып көріңіз, е. Аллах разы болсын, люблю ғой сізді дейді. Жандарым, сіздер мені жақсы көрсеңіздер, Аллах сіздерді еслеп жақсы көрсін, өздерінің қамқор. Аллах өзінің қамқорына мейіріміне алсын. Травяной шай ішіңіздер. Мен ромашка шайын жақсы көрем. Ромашка шайын ішіңіздер. Күшті не жасайды, сілтілейді ағзаны. Рейна қойды ма уже? Менде Рейнамен бір кісі болған. Қазір уже біраз болды, 1-2 жыл болды хабарласпай кеткеніне. Егер хабарласпаса пациенттер, значит мен оларда жақсы деп ойлаймын. Но Рейна болсын, СКВ болсын, сіздерге обязательно щитовидкаға не жасау керек, коррекция жасау керек. Соны ұмытпаңыздар, я. Көбінесе Рейнамен тек қана ревматологтарда емделеді ғой, бірақ обязательно щитовидка коррекция жасаңыздар. Өкше қысы жарылып жүру тоже щитовидкадан. Ойыңыз айтыңызшы, қай жасқа дейін сәбиді жоспарлаған дұрыс дейді. Қай жасқа дейін ба? Егер сізде дефициттердің бәрі толған, воспаление жоқ болса, сіз хоть 50-де болса да босана аласыз. Сау баланы дүниеге әкеле аласыз. Бірақ сізде, күйеуіңізде жүктілікке бір 6 ай алдын, 1 жыл алдын дайындалыңыздар. Сол кезде любой жылда, даже 50-ге келсеңізде тууға болады иншаллах. Зато сіз сол кезде босансаңыз, сізде полностью күшті обновление болады иншаллах. Сіздің чекап курстан кейін дейді, 4 жыл болды шай ішпеймін. Молодец. Ауыздың ойла беру кишечниктегі проницаемостың жоғары болып кетуінен болуы мүмкін. Ферритин 19 болып тұрса, ішу емес, уже ондай кезде бірінші причинасын табу керек, неге түсіп жатыр. Мүмкін сізде месячный көп келет шығар, мүмкін сізде іште кровотечение бар шығар, десналарыңыз қанайды шығар. Сол причинасын тапқаннан кейін соған сәйкесінше жұмыс жасау керек. Қыздар, мен кірін үйге, сағаттан онан кетіп қапты. Барлықтарыңызға эфир пайдалы болды деп ойлаймын. Уақытым болып жатса тағы да кіруге тырысам, иншаллах. Ақ түс сөзге жарасады дейді. Бәрі айтады. Мен стилистім айтады, ақ түс сіздікі дейді. Сондықтан мен мынандай Ван Клифф алғанда да ақ түсін алдым. В общем, көп жағдайда ағын алуға тырысам. И маған изумруд та күшті жарасады екен. Сіздерге изумруд сағатын көрсетейінші. Білмеймін, сіздерге көрініп тұрма, көрінбей тұрма, білмеймін. Мен мына сағатқа ғашық болдым ғой.
кеше Швейцарияға барған кезде, в общем, сағат алмасаңдар швейцарский, ол күнә деп айтты да. Сосын осы сағат, в общем, күйеуім айтты, осы сағатты алшы, осы сағат қатты жарасып тұр деді. И сол жерде осының продавеці Чайнадан келген кісі екен, уже бәленбай жыл, 20 жыл ма Швейцарияда тұрады екен. И сол кісі екеуі, в общем, осыны таңдап тұрды маған. И маған қатты ұнады. Но реально қыздар швейцарский сағаттың качествосы вообще бөлек екен. И реально с удовольствием тағады екенсің. Қой, кетті мен қыздар. Аутоиммунды тиреоидит болса ремиссияға жіберіп соға болады. Түк проблема емес. Біздің қыздар уже диеталарын ұстап, уже тамақ қысу, шаршау, әлсіру деген бәрін ұмытып, мощ болып отыр, гипотроз курсына қатысып отқандар ше. Гүлдеріңізге рахмет, сіздерге еселеп қайтсын. Слип массаж деген андай ғой. Короче, кеудеден бастап былай жасайды. Білмеймін, былай майдалап отырып жасайды. Оны массажистер біледі деп ойлаймын, бірақ бізде 4-ақ массажист бар екен, слип массаж жасайтын. Сосын олар перчатка киіп алып, мына жердің бәрін қолын аузына кіргізіп, аяқтың бәрін жасайды, мына жердің бәрін, спазмның бәрін не істейді, босатады. И мен слип массажға барғалы, мен бетім прямо осындай пухлый болып қалды ғой, алдында осы айтығын. Бәрінде спазмированный болып қалғанда эмоциялардан ше, спазм көп қой, инан бәрін босатты. Мені всегда на жерімдегі қаттып қалған, тырысып қалған смущать ететін. Почему на жерім қатып қалған деп? Потому что маған бір 50-дегі 60-тағы пациенттер келеді, и на жер тап-тосты камен болып тұрады. Мен содан қорқатымын да. И оказывается, ол эмоциялардан қатты бетке берілеткен, спазм болып қалады екен. Сондықтан массаж күшті қыздар. Үш деген сағатыңыз құтты болсын, сіздегі жосты болсын. В общем, щитовидка курсына байланысты, жалпы курсқа байланысты сұрақтар болатын болса, мына номерді скриндап алып хабарласыңыздар, окей? Сіздерге толық қалған жауаптарды сол кісілер береді. Мен бала-шағама кеттім, ертең сабақ, в общем, дайындалу керек. Барлықтарыңызға ораза қабыл болсын тағы да. Сіздермен кездескеніме қуаныштымын. Бүгін альхамдулиллах уже оразаның ортасына келіп қалдық қой. Аллах тағала осы айда жасап жатқан барша дуа тілектеріңізді қабыл етсін, оразаларыңызды қабыл етсін. Күшті трансформация болып, мощный басқа новый өздеріңіз жасап шығыңыздар, иншаллах. И Аллах тағаланың мейірімі сіздерге төгіліп тұрсын. Гипотроз айт курсы басталайын деп жатыр. Аяға хабарлассаңыздар, сіздерге толық информация береді.